бәрін тастап кету керек, демалу керек. Жалпы Кеген ауданында бару керек, енді керемет жерлер көп. Себебі бұл жерде жалғыз аудан деп айтсақ болады. Екі мемлекетпен шекаралас, ол Қытай және Қырғызстан. Ана көп естіген шығарсыздар, негізінде Ыстықкөлге қарай жасалып жатқан жол дейтін, ол міне осы Кегеннің тұсынан тауларды жарып өтеді. Жақында бір 12 километрлік жолды істеп жатыр. Нәсіп болса, осы майда деді, қателеспесем, ашылу болады. Бұл не алып келеді? Бұл біріншіден біздің Қазақстанның туризмі дамиды. Кегеннің үстінен өтетін боламыз. Бішкек арқылы емес, жол өте керемет, сапалы. Одан бөлек қандай бір қызықты жерлері бар деп болсаңыздар, атап өтетін 3 жері бар. Біріншісі Чарынский каньон дейді біздің халық. Одан кейінгі жері Көлсай және Қайынды. Әрине біз барлық жеріне барып үлгермейміз, бірақ дегенмен сіздерге керемет кадрлармен бөлісетін боламыз. Сәл күтсеңіздер, біз сіздерге халықтың арасына жайылып кеткен айсберг дейді, мұз тауға барамыз. Кегенге қарай жол тартамыз. Драйвер жауап бермегеннен кейін саяхатқа дейін өзіміздің Нивамен жетіп, ары қарай журналистермен бірге ортақ автоклубке барамыз. Мына машина өшіретін бол, себебі индрайверді таптық. Машина қайнап тұр екен. Ал бізге сәт сапар дейміз. Міне біздің индрайвер. Саяхатқа келдік. Сосын жалпы бүгінгі турдың сәл ерекшелігі, мен операторсыз бара жатырмын. Өзім түсірем. Енді монтажда оператор көмектесер. Сәл қателіктер болса айыпқа бермейсіздер. Алматы облысының блогерлері де қосылып жатыр. Қызық қойын тұрға оператор жоқ па деп едім, зоқым бар екен как раз. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Қалыңыздар қалай? Өзім қазақша үйреттім мына балаға. Міне, көпті күткен мұз тауы деген осы дүние өте керемет бір көрініс негізінде. Анау нені көріп отырсыз ғой, атқылап отқан. Бірақ арнайы мына жерде қонақ жайлығымен мұзтау негізінде биыл ғана емес, ескіден келе жатқан жергілікті бір халықтың уақыт өткізетін жер болып табылады. Бірақ биыл бәлкім пандемияның кесірінен немесе басқа да бір себептерге байланысты бүкіл Қазақстанда, тіпті қазір жақын және алыс шет елдерде жарнамалануда. Кеген ауданы міндетті түрде келген кездеріңізде көру керек жерлердің біреуіне қоссақ болады. Шынымды қаяқта екен білмеймін, бірақ Қазавтожолдың істеген инновациялық әжетханалары жақсы сияқты. Кеген ауданды орталығына келдік. Қатты ұнады мына жердегі, әсіресе таулы аймақтар өте керемет көрініске ие. Всем привет, ребята! Вот она Нива, настоящая машина, неубиваемая, ребята. Это говорит человек, который у самого Нива и любит Ниву. Не говори. Көлсайға да келдік. Кеген ауданның керемет жерлерінің бірі. Осылай араланады табиғи жер. Арттағы тұрған жерде автокөлік тастайсыз. Ары қарай табиғаттың кереметіне сүңгу үшін жаяу жүресіз. Кетіп бір 2 шақырымдай жер, екінші площадка. Керемет көлдің басы. Сәуді үкіметтің машина сатылу, шығарылу тоқтамайды себебі. Онда табиғатта тек қана УАЗ, Нивалар ғана жүріп алады. Аямай жұмсауға болады.
Мында бір көрініс қыста сөз жоқ енді. Қазір бұлай жасаймын, сол кезде оператор жігіт әдемі кадрлар қояды. Қазір көлден тек қана мынау ғана қалған. Десең де. Әттең өзім Нивамен шықпағаннан кейін сіздерге стейкте ештеңе пісіре алмадым, бірақ мынау жері соған арналған екен. Мына керемет жылқыларға келісіп мінсеңіздер болады. В общем, міне Көлсай дегеніңіз артта орналасқан дүние фотозона десе болады. Бүкіл әйгілі сіз танымайтын блогерлердің барлығы осы жерде керемет материалдар түсірген. Мына арттағы Зохан деген бауырымыздың дроны. Бүгінгі күн өте керемет өтті. Негізінде шын айту керек, Кеген ауданына келгеннен кейін бәрін тастап кету керек, демалу керек. Біз сіздер үшін қолдан келгенше барлық ақпаратты беруге тырыстық. Қызық дүниелеріңіз болса, пікірлерде қалдырыңыздар. Кеттік. Алматы облысындағы ең ірі ГЭС, Мойнақский ГЭС дейді. Бәрін айта білмейді, негізінде мүмкіндік болса Мойнақ ГЭСіне келуге де болады. Кеген ауданындағы өте бір көрнекті жерлердің бірі деп ойлаймын мен, әсіресе жазғы уақытта. Өкінішке орай ол өте алыс орналасқан, бірақ қазірдің өзінде көз тоймайды мына көріністен. Кеген ауданының бару керек үшінші жер маңызды. Ол Шарын. Шарынский каньон негізінде басынан, ары жақтан бастан барып келуге болады. Бірақ біз тек қана осылай сырттан көрсетіп кетейік. Өте керемет негізінде. Журналистермен бірге жүрген күшті екен негізінде. Каскеленцы, земляки, тұрып и отправить сюда. Кетіп бәрін тастап. Ну чё, Саш, чё скажешь? Скажу, что здесь безумно красиво, и уважаемые каскеленцы, просьба, поддержите Куаныша активностью, поставьте лайки. И просто немножко такая предыстория. Мы находимся на Чарынском каньоне, эта часть называется Черный каньон. Вообще протяженность Чарынского каньона составляет 10 тысяч километров. Просто теоретически он делит Алматинскую область. И не увидеть это все, сидя дома, и слышать просто чьи-то рассказы, это не стоит того, чтобы просто взять, все бросить, сказать «кеттік бәрін таста» и уехать в эти прекрасные края. Так что обязательно посетите Чарын, обязательно посетите Көлсай. Зимой отправляйтесь на ледниковый вулкан, то есть Муздытау, который находится в Кегенском районе. Вообще огромная благодарность Кегенскому району за такое гостеприимство и вам, аудиторию Куаныш Лайф, аудитория Каскелен КЗ, за то, что вы поддерживаете парня, и благодаря вашей активности он просто мотивируется и отправляется в такие путешествия, чуть не упал, и делает для вас такой бомбический контент, снимает стейки. Вы просто представляете, сколько, как пацан заморачивается. Так что обязательно ставьте лайки, подписывайтесь.